Қай өңірдің қызын өзіңе әйел қылып алмайтын ең? Батыстың қыздарынан. Не үшін? Просто батыстың қыздары андай сөйлейді, грубо сөйлейді, болшиш, битсиш, шитсиш деп. Қай өңірдің қызын өзіңе әйел қылып алмайтын ең? Шымкент. Да, не үшін? Бұрын бірінші қызым мысалы Шымкентке болған. Да. Бақылып кетті, сол үшін. Қай жақтың қызын алмайтын ең? Ақтөбен. Не үшін? Білмеймін, боқты айтсаң. Қай жақтың қызын алмайтын ең? Алматының Не үшін? ашық-шашық киінетіндері. Да. Қай өңірдің қызын өзіңе әйел қылып алмайтын ең? Оны ма? Шымкентті вообще алмайды деймін. Да. Жоқ, неге Шымкент емес, керісінше Астана. Да, не үшін? Өйткені Астана білмеймін, жалқау көрінеді. Қыздары ма? Иә. Батыс жақтың қызын алмайтын. Да, не үшін? Батыс жақтың қыздары кішкене ашық киінеді деп ойлаймын. Грубилау. Қай өңірдің қызын өзіңе әйел қылып алмайтын ең? Разница жоқ, брат. Серьезно? Иә. Не үшін? Бәрі бірдей сияқты қызым. Главный махаббат қой, брат. Да. Да. Жақсы көрсең, ары қарай разница жоқ. Иә, разница Да, жоқ. красавчик. Қандай біз дәл осындай бөліп жармайтын главный махаббат деп өзін болашақ жарына құрмет көрсететін адам іздегенбіз. Сондықтан саған біздің MB бренд дүкенінің атынан футболка дарит етейікші. Ал Рано міне футболкаң құтты болсын. Мына жерде біздің MB бренд дүкенінен арнайы білесің ғой Иә, да? өзім киінген бар. Ұнады ма киімдері? Ұнады. Біздің Instagram аккаунтқа тіркелгенсің ба? Жоқ, тіркелмеймін. Йо-май, тіркелгенде саған тағы да ақшалай сыйлық береді. Қазір болмай ма? Енді қазір болмайды. Бұған дейін тіркелген болсаң да. Болды. Иә, құрметті достар, сіздер де біздің парақшамызға тіркеліп алыңыздар. Біз сіздерді осылай қуантудан жалықпаймыз. Жақсы, брат.